Кітапханада көрнекті қаламгер Оралхан Бөкейдің «Қайдасың, қасқа құлыным» кітабы бедерлі түлі қаріпте жарыққа шықты. Оқырман көңілінен шыққан бұл туынды туған жер, ауыл тіршілігін суреттеуден бастау алады. Автор әке әңгімесін естіп өскен Оралдың әкеге деген сағынышын арқау етеді. Сондай-ақ әкесіз өскен Қаршығаның балалық шағы, анасының жан күйзелісі шебер суреттелген. Шығармадағы Орал мен Қаршығаның бір әкенің балалары екенін біліп, жылап табысуы оқырманды қуантады. Бұл шығармада тау қуысында елден безіп, күн кешкен сарқынды қарттың трагедиясы заман зардабын бейнелейді. Отар-отар жылқысынан айырылып, қайғы жұтып, кектенген сарқынды бейнесі арқылы кеңес үкіметінің қазақ халқына көрсеткен қиянатын көрсетеді. Қобызын зарлата азаланған қартпен бірге өр алтай күрсініп, айнадай әулие көл тебіренеді. Ол егіз туған биесін жаманға жорып, бабамнан қалған тұяқ өз малым деп, жана туған қасқа құлының біреуін бауыздап өлтіреді. Содан кейін екінші құлыны да тұрақтамайды. Биесі қайта құлындамайды. Мұны қарт бағының тайғаны деп біліп, домбыра мен сыбызғысын өлерінде өзімен қоса көмдіреді. Осылайша қасқа құлынға деген аянышын білдірген автор тіліміз бен дініміздің, салт-дәстүріміздің жойылуына бастауына күйзеледі. Кеңес үкіметінің қазақтың қалың жылқысын зорлықпен тартып алып, атамекенінен қуып, қорлық көрсетуін қазақтың бағының тайғанына теңейді. Осылай халық трагедиясын жеткізген жазушы қасқа құлынды аңсаумен мәңгі өлмес арман мақсатын көрсетеді. Бұл туындыда сұлу табиғат, тау мен тастың өзіндік ерекшелігі, туған жер құдіреті, тылсым табиғат кейіпкерлердің жан дүниесімен үндеседі. Оралхан Бөкейдің «Қайдасың, қасқа құлыным» атты осы ойлы дүниесін оқып, қайталамқас қаламгерді тани түсіңіздер.